Қайырлы күн, құрметті менің оқырмандарым. Бүгінгі оқылатын әңгімемнің тақырыбы жетім баланың жан тебіретер тағдыры. Бірінші бөлімі. Жалғыздықтың алғашқы түні. Қыс қытымыр еді. Аяз сүйектен өтіп, айналаны аққа жапқан қала сыртындағы ескі балалар үйінің терезелеріне мұз қатып, ішінен әлсіз ғана жарық көрінетін. Сол терезенің алдында 7 жасар Айбек үнсіз отырды. Қолында анасы сыйлаған ескі ойыншық аю бар. Бұл ойыншық оның өткен өмірінен қалған жалғыз естелік болатын. Күн сайын кешке қарай ол қақпаға көз тігетін. Бәлкім бүгін анам келер. Мүмкін ол мені іздеп жүрген шығар деген үмітпен жүрегінен кетпейтін үміт. Басқа балалардың ата-аналары келіп оларды құшақтап жатқан көрген сайын Айбектің жүрегі шымырлайтын. Ол ешкімге білдірмей теріс бұрылып көз жасын сүртіп алатын. Балалар үйінің тәрбиешісі Гүлмира апай оның жақсы түсінетін. Айбек балам, бәрі жақсы болады деп жұбататын. Бірақ Айбек бір ғана сұрақты қайта қоятын. Апай, анам мені ұмытып кетті ме? Бұл сұраққа нақты жауап беру ешкімге оңай емес еді. Түн сайын Айбек жастығын құшақтап ұйықтайтын. Түсінде анасын көретін. Анасы оны құшағына қысып, балам, мен сені жақсы көремін дейтін. Ал таң атқанда бәрі ғайып болып, үнсіз бөлме ғана қалатын. Уақыт өте берді. Айбек мектепке барды, сабақты жақсы оқыды. Мұғалімдер оны еңбекқоры, сабырлы бала деп мақтайтын. Бірақ ешкім оның ішіндегі сағынышты толық сезіне алмайтын. Бір күні сыныпта менің отбасым деген тақырыпта шығарма жазу тапсырылды. Балалардың бәрі әкесі мен анасы туралы жазды. Ал Айбек ұзақ уақыт бос параққа қарап отырды. Сосын ақырын ғана былай деп жазды. Менің анам қайда екенін білмеймін, бірақ мен оны жаман адам деп ойламаймын. Мүмкін өмір оны менен алыстатқан шығар. Егер осы хатымды бір күн оқыса, мен оған ренжімейтінімді білсе екен, мен оны әлі жақсы көремін. Мұғалім шығарманы оқып болғанда көзіне еріксіз жас алды. Сол күннен бастап ол Айбекке ерекше көңіл бөле бастады. Алайда баланың жүрегіндегі бос орынды ешкім толтыра алмады. Айбек күн сайын өзіне бір сөзді қайталайтын. Мен ешқашан жаман адам болмаймын. Егер бір күн отбасым болса, балаларымды ешқашан жалғыз қалдырмаймын. Ол бұл сөздің қаншалықты маңызды екенін әлі өзі де толық түсінбейтін. Бірақ дәл осы серт оның бүкіл өмірдің бағытын өзгертетін тағдыр әлде қашан жазып қойған еді.